Әріптестер, ұстаз платформасында егерде сіздерде бір мәліметтеріңіз дұрыс кірмей, НОБД-дан түзеп, 1-2 күн күтіп, бәрін қайта жаңартып, қайта кірген кезде сол қателіктер не болмаса дұрыс емес мәліметтер енгізіліп тұрса, онда сіздер бірінші ЭЦП мен бірінші беттеріңізге кіресіздер, жеке кабинеттеріңізге. Сол жерде басты бетте мынандай ұяшықтар тұрады. Соның астында мына техникалық қолдау деген ұяшыққа кіресіздер. Мінеки техникалық қолдау деген парақшасына келдік. Бұл жерде жаңа өтінім жасау үшін техникалық қолдауға хабарласу батырмасын басыңыз деген сіздерге ақпарат беріліп тұрады. Техникалық қолдауға кіресіздер. Бұл жерде хабарласу деген батырма тұрады. Оң жақтарыңызда соған кірген кезде мына жерде берілетін мәліметтерді толтырасыздар. Мысалы, модуль деген кезде сізде комиссияға байланысты сұрақ па, жоқ бақылау парақтарына сұрақ па, жоқ деректерді енгізу бойынша сұрақ па, немесе басқа сұрақ па. Менде мысалы НОБД-ға байланысты мен бір мектептен бір мектепке ауысқан жағдайда менің ескі мәліметтерім сақталып тұрды. Сонда мен басқа батырмасын басып, осылай хабарласқан болатын. Мына жерге мәселеңізді жазасыз. Дұрыс емес атау, немесе файлды жүктеу мүмкін емес, тағы басқа сұралады өзі. Келесі мәселенің сипаттамасын жазасыздар. Сонымен мына жерде файлды жүктейсіздер. Файлды қосу деген батырманы басасыздар. Сол жерде тиісінше бұйрықтарыңыз, тағы басқа қандай ақпараттарыңызға байланысты деректерді қосасыздар. Содан кейін мына жерде жіберу деген батырмасы белсенді болып тұрады, активный болып тұрады. Оны басқан кезде мына жерде парақша шығады. Сол жерге жазбаша түрде, сообщение түрінде, хат түрінде қысқаша нақты артық дүниелерді жазбай, нақты қандай сіздерге қолдау қажетін көрсетесіздер де жібересіздер. Сонда 2-3 күннің ішінде обновление жасап қайта кірсеңіздер түзеліп тұрады. Мінеки осылай.